Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз 3-ші сынып 1-ші бөлім 20-ші сабақты бастаймыз. Есепті модельдеу. Отбасы құндылықтары. Сен есеп бойынша өрнектер құрастырасын. Бірінші есептің А нұсқасына қарайық. Сандарды өсу ретімен жазып, мақалды оқы. Бізде сандар берілген, сандардың тұсына сөздер берілген. Біздер сандарды өсу ретімен жазуымыз керек, яғни ең кішісін бірінші жазамыз, содан ары қарай өсу ретімен ретімен жазамыз. Бізде 69, 99, 99, 699, 906, 966, 969, 999 енді жазамыз, е? Бірінші бізде 69 саны берілген, сіз деп жаздық. Екінші бізде 99 біз деп жаздық. Одан кейін 699 деген 906 бізде жылы 966 сөз 969 ағайынға 999 бізде жарасар. Сонда бізде мақал шықты. Мақалды толық оқитын болсақ, сіз біз деген жылы сөз ағайынға жарасар деген мақал шықты. Енді бізде бірінші есептің Ә нұсқасына қарайық. Бұл жерде біз кему ретімен жазамыз, сонда бір мақал шығады. Кему ретімен жазатын болсақ, бірінші 999 мың, одан кейін 990 мың, одан кейін 909 мың, одан кейін 900 мың, 90 мың, 9 мың, одан кейін 900, одан кейін 99. Енді осы сандардың тұсындағы сөздерді жазайық. Бірінші бізде 999 мың, ананың, одан кейін 990 мың, ізін, ананың ізін, 909 мың, қыз басар. Яғни біз осылай сәйкестендіріп сөздерді жазып аламыз да, мақалды шығарамыз. Ананың ізін қыз басар, әкенің ізін ұл басар деген мақал. Келесі бізде екінші есепті өрнек түрінде шығар. Екінші есептің А нұсқасына қарайық. Анасы 200 теңгеге сүт, 420 теңгеге ірімшік, 345 теңгеге айран сатып алды. Анасы барлық сатып алған затқа қанша ақша төледі? Берілген жазамыз. Сүт 200 теңге, ірімшік 420 теңге, айран 345 теңге. Біз енді осының барлығын табуымыз керек. Сонда біз алынған заттың ақшаларын барлығын бірге қосамыз. 200 теңге, 420 теңге, 345 теңге. Бізде барлығы 965 теңге шықты. Жауабы бізде анасы барлық сатып алған затқа 965 теңге төледі. Екінші есептің Ә нұсқасына қарайық. Әкесі 9 теңгеден 5 дәптер және 400 теңгеге альбом сатып алды. Ол дүкеншіге 1000 теңге ұсынды. Дүкенші әкесіне қанша теңге қайтарды? Яғни 1000 теңге берді, соның ішінен мына заттардың ақшасын алып қалады да, қалған ақшасын қайтарып беру керек. Бізге дәптер 9 теңгеден 5 дана алыпты. Міне жақшаның ішіне алып жаздық, 9 теңгеден 5 дана, сосын бізде тағы да альбом алған. Оны қосамыз, альбомды. Ұсынды 1000 теңге. Біз енді бірінші жақшаның ішін орындаймыз.
1000 теңгені жазамыз. Бірінші 1000 теңге берді. Содан азайтуымыз керек. Біз алған заттарымызды 9 көбейту 5 45. Қосамыз 400-ді. 1000 азайту жақшаның іші бізде 445 теңге болды. Сонда бізде 9 теңгеден 5 дәптер және альбомның бағасы бізде 445 теңге болыпты. 1000 теңге берді дүкеншіге. Ол 445 теңгесін алып қалып, қалған ақшасын қайтару керек. Бізге 555 теңге шықты. Дүкенші әкесіне 555 теңге қайтарды. Келесі бізде үшінші есеп. Қысқаша жазылуын толықтырып есеп құрастыр. Бүлдірген 5 килограммнан ойымыздан жазамыз. Мына жерге 2 ящик қарақат, 4 килограммнан 3 ящик әкелді. Бізде енді барлығын табуымыз керек. Бүлдірген 5 килограммнан 2 ящик. Бір ящикте 5 килограмм, бір ящикте 5 килограмм. Сонда 5 килограммнан 2 ящик әкелінді. 5-ті 2-ге көбейтеміз. Жақшаның ішіне алсақ та болады, алмасақ та болады. Мен жақшаның ішіне алып жаздым. Қарақат 4 килограммнан 3 ящик. Яғни әр ящикте 4 килограмм. Сонда 4 көбейту 3 деп жазамыз. Тең. Бірінші жақшаның іші 10. Яғни бүлдірген 10 килограмм. Қарақат бізде 12 килограмм екен. Тең болады бізде 22 килограмм. Жауабы барлығы 22 килограмм әкелінді. Келесі бізде 5-ші есеп. Өрнек құрып, оның мәнін тап. Оқылуына мән берейік. Бірінші бізде 219 санына 589 мен 130-тың айырмасын қос. Яғни 219 деп жеке өзін айтып тұр. Өзін жазып аламыз. 589 мен 130-тың айырмасы. Екеуін бірге айтып тұр. Жақшаның ішіне екеуінің азайту белгісін қосып жазамыз да, айырмасын қос деп айтып тұр. Сонда бізге жақшаның сыртына қосамыз. Енді 219 қосу жақшаның ішін азайтып көрейге 589 азайту 130 бізде 459 шығады. Тең екеуін қосатын болсақ 678 саны шықты. Енді екіншісі 678 пен 98-дің қосындысын, яғни екеуі бірге айтылып тұр. 678 пен 98-дің қосындысын екеуін жақшаға аламыз. Жақшаның ішіне міне қосу белгісін қойып жазамыз. Қосындысынан 517-ні кеміт. Яғни жақшаның ішіне алып жаздық. 678 қосу 98 азайту 517. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз. Бізде жақшаның іші 776-ға тең болады. Азайтамыз 517-ні. Так, азайтсақ 259 саны шықты. Келесі оқылуына мән берейге 900 санынан 900-дің өзін ғана айтып тұр. Жазамыз. 900 санынан 859 пен 214 сандарының айырмасын, яғни екеуін айтып тұр. 859 пен 214 екеуін жақшаға алып азайту белгісін қоямыз да, айырмасын азайт дейді, азайту белгісі. Ал 900-ден де азайтамыз және жақшаның ішіне де азайту белгісін қоямыз. Бірінші біз 900-дің өзін жазамыз. Енді жақшаның ішін орындаймыз. 859 азайту 214 бізде 645. 900-ден 645 санын азайтатын болсақ 255 саны шығады. Келесі 800 пен 218 сандарының айырмасын, яғни жақшаға алып азайту белгісін қоямыз. 800 пен 218 деп тұр, 800 пен 218 сандарының айырмасын 326 мен 92 сандарының қосындысына арттыр. Біз 800 пен 218-ді жақшаға аламыз, 326 мен 92-ні жақшаға аламыз. Сандарының қосындысын, яғни мына екеуінің сандарының қосындысын арттыр дейді. Осы екі жақшаны, яғни қосады екенбіз. Сонда жазамыз. 800 азайту 218 қосу 326 қосу 92. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 800 азайту 218 бізде 582
қосамыз. Екінші жақшаның іші 326 қосу 92. 418 тең 582 қосу 418 бізде 1000 саны шығады. Алтыншы есеп, әрбір фигура қанша түргөзден тұрады? Бізде мына жерде фигуралар берілген. Осы фигураларды тиімді әрі оңай жылдам табу үшін ыңғайлы тәсілді пайдалануымыз керек. Яғни біз қазір көбейту кестесін білеміз, көбейту арқылы тапсақ бізге өте оңай жылдам табамыз. Егер қарапайым тәсілмен санайтын болсақ, әрбір торкөзді санап шығуға болар еді. Бірақ біз қазір көбейту кесте арқылы оңай табу жолымен шығарайық. Бірінші фигураға қарайық. Бізде бірінші жанында міне ені бізде екі фигура. Мына жерде ұзындығы 6 фигура, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-ні 6-ға көбейтеміз. Міне 2-ні 6-ға көбейтеміз. Сосын біз 2 және қосу 2 үстінде қалған 2 торкөз бен астында қалған 2 торкөзді қосамыз. Сонда 12 қосу 2, 2-ні 6-ға көбейтсек 12, қосу 2, қосу 2 барлығы бізде 16. 16 торкөз бар екен. Екінші фигураға қарайық. Бізде бірдей жаны, үсті, ешқандай жері ашық, қисық жері жоқ. Сондықтан бізге табу оңай болады. Бізде былайынан бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 торкөз. Ал ұзындығы 3 торкөз. 1, 2, 3. Сонда біз 6-ны 3-ке көбейтсек, бізде барлық торкөздің жауабы шығады. 6 көбейту 3 бізде 18 торкөз бар екен. Келесі фигураға қарайтын болсақ, бізде 4 бұрыш, бірақ ортасында ашық ақ жері тұр. Біз сары торкөздің санын шығаруымыз керек. Яғни біз бірінші енін табайық. Ені бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ұзындығы 5. 5-ті 6-ға көбейтіп аламыз. Бірінші 6 көбейту 5. Азайтамыз. Ортасындағы ақ торкөзді біз алып тастауымыз керек. Бізде ортасындағы торкөзді алып тастау үшін ол жерде ені 2, ұзындығы 3. 2 көбейту 3-ті. 2 көбейту 3 деймізді. Осыны алып тастауымыз керек. Бізде барлығы торкөз бұл жерде 6-ны 5-ке көбейтсек 30 шықты. Енді ортасындағы ақ торкөзді алып тастауымыз үшін біз 2 көбейту 3, 6 торкөз. Сонда 30-дан 6-ны азайтсақ, бізде 24 торкөз болады екен. Келесі 4-ші торкөзге фигураға қарайтын болсақ, қызыл торкөзді табуымыз керек. Біз бұл жерде 2 тәсілмен шығаруға болады. Бұлай бізде ені 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ұзындығы бізде 1, 2, 3, 4. 6 көбейту 4 деп жалпылама алайық. 6 көбейту 4. Азайту бізде 4 торкөзді, яғни ашық ақ түсті. 1, 2, 3, 4. Азайтамыз 4-ті. Екінші 1, 2, 3, 4. Азайтамыз 4-ті. Сонда 6 көбейту 4 бізде 24. 2, 4-ті азайтамыз. Сонда бізде жауабы 16 шығады. Енді шығады екен. Енді екінші тәсілге қарайтын болсақ, екінші тәсілге қарайық. Мына фигурада бізде ені бізде 6, ұзындығы 4. 6 көбейту 4-ті жазып аламыз. Енді бізде 1, 2, 3, 4. Үстінде ақ бізде 4 торкөзді біреу бар. Мына жерде 1, 2, 3, 4. 4 торкөзді екіншісі бар. Сонда бізде 4 көбейту 2 десек, ақ торкөздің саны шығады. 4 көбейту 2, астында 4, үстінде 4, яғни 4 көбейту 2. Азайтамыз бұларды. 24 бізде 6 көбейту 4. Азайту 4 көбейту 2, 8. Яғни 24-тен 8-ді азайтсақ, 16 торкөз шығады екен. Жауабы бірінші фигура 16 торкөзден тұрады. Екінші фигура 18 торкөзден тұрады. Үшінші фигура 24 торкөзден тұрады. Төртінші фигура бізде 16 торкөзден тұрады. Торкөзді дәптерге өздік фигура сал.
тор көзді қалай тиімді есептеуге болатынын жаз. Біз фигура сыздық. Бірінші оңай тәсілін табуымыз керек. Яғни көбейту арқылы, көбейту арқылы тапқан кезде біз мына сызған фигурамызды бірінші табу үшін бірінші міне мынаны тауып аламыз. Яғни 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2 көбейту 4-не жаздық. 2 көбейту 4 және қосамыз. Мына ұзындығы 2, ені 2. Сонда 2 көбейту 2. 8 қосу 4, яғни 12 торкөз бар екен. Енді осыны екінші тәсілмен табуымыз үшін біз ені 4-еу, яғни 1, 2, 3, 4. Енді мына жерді бар деп есептейміз де, сосын оны алып тастай саламыз. Бізде ұзындығы 1, 2, 3, 4. 4 көбейту 4. Міне 4 көбейту 4. Және азайтамыз. Бізде мына жердегі алып тастайтыным 4 бұрышты салдық қой, сол жерде 4, 1, 2, 3, 4 торкөзді алып тастауымыз керек. Бізде бұл жерде өзіміз уақытша қостық. Азайтамыз. Міне 4-ті. 4-ке 4 көбейту 16. 16-дан 4 азайтып тастасақ 12. Жауабы берілген фигурада 12 тор көз бар. Келесі бізде 7-ші есеп. Егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. А нұсқасына қарайық. Бізде өрнекті табуымыз керек, бірақ амалдар берілген. 157 азайту 130. Яғни бірінші орындалған. Бізде мына жерде азайту амалы да бар, бөлу амалы да бар. Бірінші негізінде бөлу амалы орындалады, бірақ бұл жерде бірінші шығарылған бізде азайту амалы, яғни жақшаға алынады. 157 130. 157 азайту 130. Бұл жерде жауабы міне екеуін азайтқанда 27 шығып тұр, яғни мына 27 бөлеміз 3-ке. Жақшаның сыртына бөлеміз 3 деп жазамыз. Сонда 27 бөлу 3 тең 9. Ә нұсқасына қарайық. Амалдар берілген өрнектерді табуымыз керек. Бірінші амалда бізде 5 көбейту 7, 8 көбейту 3. Жақшаға аламыз 5 көбейту 7. Екінші амал бізде 3 көбейту 8. Екеуін жақшаға аламыз. Екеуінің жауабы міне бірінші жақшаның жауабы 35, екінші жақшаның жауабы 24. Яғни бірінші жақшаның ішіндегі жауаптан азайтамыз екінші жақшаның ішіндегі жауапты. Яғни ортада, екеуінің ортасында азайту амалы болмады. 5 көбейту 7 бізде 35, 3 көбейту 8 24. Екеуін азайтқан кезде жауабы бізде 11 шықты. Енді Б нұсқасына қарайық. Амалдар арқылы өрнекті табуымыз керек. Бірінші амал бізде 9 көбейту 5. Жақшаның ішіне алып жазамыз. 9 көбейту 5. 12 көбейту 12 бөлу 2. Енді қараңыз. Бірінші жақшаның ішінде бізде жауап 45. Екінші жақшаның ішіндегі жауап бізде 6. Енді осы екеуін қосқан, яғни екі жақшаның ортасында қосу амалы болады. 9 көбейту 5 45. Қосу амалын қоямыз. 12 бөлу 2 6 тең 51. Сонда бізде Б нұсқасында амалдар арқылы өрнекті тауыптық. Жауабы 51. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.